Депутат Күрішбаев Австралия мен Қазақстанның Астық ауданын неге салыстырды? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жаппай вакцинацияның оң әсеріне күмән келтіргені рас па? Және басқа да жарияланған материалдарға бірге шолу жасайық. Қыркүйекте депутат Ақылбек Күрішбаев Қазақстан премьер-министріне сауал жолдады. Оның сөзінше, Австралияның астық егетін өңірлерінде ауа райы солтүстік Қазақстанмен салыстырғанда әлде қайда қатал. Бірақ технологияның арқасында олардың өнім алуы бізден 2 есе жоғары. Фактчек KZ депутат сөзін тексеріп көрді. Қазақстан ауыл шаруашылығы министрлігінің соңғы дерегі бойынша биыл 14 миллион гектар егіс алқабынан 13 миллион тонна дәнді және дәнді бұршақты дақыл жиналды. Ал Аустралияның статистика бюросының соңғы дерегінше 21 миллион гектар егіс алқабынан 61 миллион тонна жиналған. Егер біз аудандарда пропорционалды түрде есептесек, Қазақстан көрсеткіші депутат айтқандай 2 есе емес, 3 есеге жете қабыл төмен. Сонымен бірге депутаттың Аустралиядағы климаттық жағдай туралы дерегі рас. Коперник дерегінше 2020 жылы Аустралия ауа райының күрт ысып кетуіне байланысты орман өрті бойынша антирекорд көрсеткен. Сонымен қатар 2018 жылы Аустралияның шығыс бөлігінде тарихтағы ең ірі құрғақшылық болған. 15 қыркүйекте депутат Юрий Ли кейінгі жылдары елімізде алаяқтық, әсіресе интернет алаяқтықтың көбейгені жайында статистикалық деректер келтіріп, депутаттық сауал жолдады. Расымен алаяқтық бабы бойынша құқық бұзушылық артты ма, тексеріп көрдік. Уважаемый Гизат Дауренбекович, согласно данным Комитета по правовой статистике, за период с 1 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года зарегистрировано 41 307 правонарушений по статье 190 мошенничество, включая интернет-мошенничество, и по статье 217 создание финансовой пирамиды Уголовного кодекса РК. Қазақстан бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің статистикасы бойынша 2020 жылдың 1 наурызы мен 2021 жылдың 1 сәуір аралығында Қазақстанда қылмыстық кодекстің 190 және 217 баптары бойынша 40.854 құқық бұзушылық тіркелді. Оның 47,57%, яғни 19.435-і интернет алаяқтық. Әлеуметтік желі қолданушылары дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына қатысты Правда.ру порталы жариялаған материалды жаппай бөлісіп жатыр. Желіде тараған ақпаратта дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бүкіл әлемде өлім саны артып келе жатқандықтан COVID-19-ға қарсы жаппай вакцинациялау қажеттігіне қатысты қорытынды жасауға әлі ерте екені мәлімдегені айтылған. Сонымен қатар бұл мәлімдемені ұйымның ресми өкілі айтқаны көрсетілген. Фактчек KZ мұндай ақпараттың қалай тарағанын тексеріп көрді. Біріншіден, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйым өкілдері бұл туралы ештеңе айтқан жоқ. Оны білу үшін ұйым сайтындағы жаңалықтарды оқу немесе кез келген іздеу жүйесін пайдалану жеткілікті. Екіншіден, әлемде коронавирустан қайтыс болғандар саны артып жатқан жоқ. Статистиканы қараңыз. Күнделікті коронавирустан қайтыс болғандардың суретін көрсететін графиктен көріп отырғанымыздай, қазір кезекті толқын төмендеп бара жатыр. Ал олардың саны шамамен былтырғы қараша айындағы көрсеткішпен тең. Назарларыңызға рахмет. Желідегі парақшаларымызға тіркеліп, фейк ақпаратқа алданбаңыздар. Шындыққа әркімнің ақпар таласы.